Бүгін сіздермен еліміз үшін тарихи маңызы бар сәтте кездесіп отырмыз. Жарты жыл бойы қоғамда конституциялық реформа қызу талқыланып жатыр. Ашық дискуссия болып жатыр. Мыңдаған ұсыныстар келіп жатыр азаматтарымыздан. Оның барлығы терең зерделеніп, ескеріліп жатыр. Ол еліміздегі демократиялық процестердің айқын дәлелі, көрсеткіші. Еліміздің жаңа конституциясының жобасы халыққа ұсынылды. Жаңа конституцияның мақсаты ол біріншіден егемендігімізді, тәуелсіздігімізді нығайту. Президенттің де ойы, ниеті, мақсаты тек осы ғана. Еліміздің барлық өңірлерінің бизнес өкілдері қатысып отыр. Барлықтарыңызды осы президентімізді жаңа конституцияны қолдауға шақырамын. Бәріміз бір ауыздан бірігіп, бір ел, бір жұдырықтай боп президентімізді жаңа конституцияны қолдайық.